Ертеде Күйік деген қалада бір шебер ұста өмір сүріпті. Ол ағаштан әдемі заттар жасап, оны қымбат бағамен сататын болған екен. Күндердің күнінде оған бір кедей ауылдасы кіріп, сен өзіңнің еңбегің үшін жақсы ақша аласың, алайда кедей адамдарға жәрдем бермейсің. Ана қасапшыға қараш, жұмысынан көп пайда көрмесе де, әрдайым адамдарға тегін ет таратып, сауап алғысы келеді. Сен сол қасапшыдан үлгі алсаңшы дейді. Ұста оның бұл сөзін үнсіз тыңдап болған соң, ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Оның бұл әрекетінен көңілі қалған қария ашуланған күй шығып кетеді. Бұл оқиғадан соң біраз уақыт өткенде ауыл арасында ана ұстаның байлығы қандай көп болса, сараңдығы да сондай қатты адам екен деген қауесет жүреді. Ауылдастарының оған қатты ренжіген соншалық, қатты ауырып қалса да ешбірі халін сұрап, жәрдемін ұсынып, қол ұшын созбайды. Содан ұста қайтыс болады. Уақыт зымырап өте берді. Адамдар сол уақыт аралығында қасапшының тегін ет таратпай жүргенін байқайды. Таң қалған олар қасапшыдан мұның себебін сұрайды. Сонда қасапшы: ұста көз тірі кезінде маған үнемі ақша әкеліп беретін. Сол ақшаның есебінен мұқтаж адамдарға ет таратуымды тапсыратын. Ал енді ұста да жоқ, ақша да жоқ деген екен.